Жетісу облысында жүгері ору науқаны қарқынды жүріп жатыр. Әсіресе Жаркент өңірінде диқандар гектарынан 60 центнерден астам өнім алып, қамбасына астыққа толтыруда. Бұл жүгерінің бағасы да өсіп, сатып алушылар еңбектің қадірін бағалай бастады дейді шаруалар. Алқап басынан өңірдегі әріптесім Қуаныш Қанатұлы тақырыпты толықтырады. Әділжан шаруа қожалығы 150 гектар алқапқа жүгерінің пионер тұқымын сеуіп өсірді. Биыл ауа райы да қолайлы болып, диқандар гектарынан 80-100 центнерге дейін өнім алып жатыр. Дала аруын шашау шығармай жинауға жаңа техникада септігін тигізуде. Голландиядан келген бұл комбайндардың еңбек өнімділігі өте жоғары. Бір күнде 20 гектарды орып шығады. Сондай-ақ жүгерінің дәнін бөлек шығарады, сондықтан өнімді тікелей заводқа өткізуге өте қолайлы. Шаруашылық өз жерін игеріп болған соң аудандағы басқа да көрші шаруалардың да жүгерісін шауып беруге көмектеседі. Бұл өнімді қар түспей жинап, қолайлы бағамен өткізуге мүмкіндік береді. Биыл баға да едәуір өскен. Биыл 120 теңге болды. 6 теңгесі субсидиясы бар. Документпен өткізсеңіз 6 теңге субсидия береді. Енді заты уақытында алып жатырды, күннің ыстық кезінде елді қинамай жақсы. Жалпы Панфилов ауданы бойынша 27 мың гектарға жуық алқапқа жүгері өсірілді. Науқанның жылдағыдан ерте басталып, ерте аяқталатын түрі бар дейді мамандар. Себебі ауа райы қолайлы болып, мемлекет тарапынан берілетін қолдау да дер кезінде көрсетілген. Арзандатылған жанар жағармай бөлінді, көктемге егіске, күзгі егін жинау науқанына, шөп мал азығын дайындау науқанына, оның сыртында жаңағы тұқымды субсидиялады. Мына минерал тыңайтқыш басында қымбат болған. Оны арзандап жүріп берді. Аудан диқандары қазірдің өзінде 19 мың гектар жүгеріні жинап үлгерді. Дала төсіндегі еңбеккерлер енді бір аптада биылғы орақ науқанында ойдағыдай аяқтаймыз дейді. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.